Саламатсыздар ма, балалар? Отырамыз. Сабағымызды бастамас бұрын сіздермен шағын психологиялық ахуалды бірге жасайық. Мына жерде сіздерде ұлттық құндылыққа байланысты, яғни біздің қазақ халқының әртүрлі ертегілерінің кейіпкерлері берілген. Осы кейіпкерлердің біреуін таңдаймыз. Кім шығады ортаға? Отыра ғой. Балалар, олай болса біз кішкене қанатты сөздермен, сендерге деген мотивациялық сөздермен таныс болсақ, олай болса келесі кезең біз өткенді қайталауға өтейік. Өткенді қайталауда біз Genially платформасы арқылы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Балалар, мына жерде тұрған сұрақтарға жауап берейік. Алғашқы сұрағымыз: салыстырмалы атомдық масса нені көрсетеді? Аслан? Біздің сұрағымыз дұрыс. Келесі сұрағымыз: оттектің салыстырмалы атомдық массасы нешеге тең? Арай? Дұрыс. Қыл ортада лакмустың түсі қандай болады? Ерболат? Дұрыс. Келесі сұрағымыз: натрийдің салыстырмалы атомдық массасы? Лимон құрамында болатын табиғи қышқыл. Несібелі? Дұрыс. Келесі сұрағымыз: сезім? Жарайсың. Оттек элементінің валенттілігі қандай? Қуаныш? Жарайсың. Келесі сұрағымыз: ас тұзының формуласы? Алия? Жарайсың. Бізде темір мен хлор қосылыстарының формуласы қандай болады? Несібелі? Жарайсыңдар балалар, біз барлық сұраққа жауап бердік. Мына суретке назар аударыңыз. Бұл суретте не көріп тұрмыз? Әртүрлі молекулаларды көріп тұрмыз. Тағы не байқап тұрмыз? Бізде мына жерде молекулалардың массаларын өлшеп көріп жатырмыз. Демек, қалай ойлайсыңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Ой, жарайсыңдар. Бүгінгі күннің ретін жазып, тақырыпты жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты бізде химиялық қосылыстардың формуласы бойынша молекулалық массаларын есептеу. Яғни, олай болса, біз бүгінгі сабақта әртүрлі молекулалардың молекулалық массаларын есептейтін боламыз. Жалпы бізде салыстырмалы молекулалық масса деп отырғанымыз не? Ол массаның атомдық бірлігі арқылы өрнектелген, ол молекуланың массасы бізде салыстырмалы молекулалық масса деп аталады. Және де бізде осы салыстырмалы молекулалық масса көміртек атомының 12-ден 1 бөлігінен берілген молекуланың қанша есе ауыр екендігін көрсететін шаманы айтамыз. Жалпы бізде салыстырмалы молекулалық массаны МР деп белгілейміз, және де бұл бізде өлшемі жоқ шама болып табылады. Олай болса, балалар, сіздермен бірге кішігірім видеоролик көріп алайық. Қандай атомдардан тұратынын біле аламыз. Бұл молекула екі оттек атомынан және бір көміртек атомынан құралған. Молекуланың массасы оның құрамындағы барлық атомдардың атомдық массаларының қосындысына тең. Егер осы молекуланың барлық бөліктерінің массаларын қосса, салыстырмалы молекулалық массаны табамыз. Көміртек диоксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептейік.
бір көміртек атомының атомдық массасы 12, оған екі оттек атомының атомдық массасы, яғни 2 көбейтілген 16-ны қосамыз, сонда 44 шығады. Элементтің бірегей қасиеті саналатын салыстырмалы атомдық массаға қарағанда, салыстырмалы молекулалық масса 2 немесе одан да көп химиялық қосылыстарды сипаттай алады. Мысалы, мыс 2 оксиді мен күкірт триоксидінің салыстырмалы молекулалық массалары 80-ге тең. Балалар, біз жаңа сіздермен бірге шағын видеоролик көрген болатынбыз, иә? Біздің видеоролигіміз не туралы болды? Белгілі бір молекуланың салыстырмалы молекулалық массасын есептеуге арналған видеоролик болған. Олай болса, мен сіздерге тағы бір заттың салыстырмалы молекулалық массасын есептеу жолын көрсетейін, иә? Біз сіздермен бірге күкірт қышқылын алайық. Бізде күкірт қышқылының формуласын жазып аламыз алдымен. Оның формуласы бізде H2SO4. Ал балалар, бізде күкірт қышқылындағы сутек атомының саны қанша? 2. Күкірт атомының саны 1, ал оттек атомының саны 4. Олай болса, мен күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын есептеймін. Алдымен бізде күкірттің, ең алдымен біз сутектің атомдық массасына, оның атом санын көбейтеміз, оған күкірттің атомдық массасына, оның атом санын көбейтеміз, және ең соңғы элементіміз оттек. Оттектің атомдық массасын көбейтеміз оттектің атом санына. Сонда бізде күкірт қышқылының молекулалық массасы бізде 98-ге тең болды. Балалар, біз салыстырмалы молекулалық массаны қалай есептеу жолын түсіндік па? Олай болса, сіздермен бірге келесі тапсырманы орындайық. Бірге жеке жұмыс орындаймыз. Бұл жеке жұмыста мына жерде 7 түрлі молекула берілген. Осы 7 түрлі молекуланың молекулалық массаларын есептейтін боламыз. Біз бүгінгі сабақта молекулалық массаны есептеуді үйрендік. Енді сабағымыздың соңын осындай кері байланыспен аяқтайық. Қазір бүгінгі тақырып бойынша мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім, сұрағым бар және түсінбедім деген 3 нұсқаны таңдап, өз бүгінгі білген ақпаратымызбен бөлісеміз. Балалар, біз бүгін сіздермен бірге әртүрлі қосылыстардың молекулалық массаларын есептеуді жақсы деңгейде меңгердік деп үміттенемін. Мен бүгін сабақта молекулалық массаларды қалай есептейтінін түсіндім. Және бұл сабақты ерекше түсіндім. Себебі молекулалық массаларды есептеу басқа сабақтарға қарағанда ерекше болды. Мен бүгін сабақты өте қатты түсіндім. Және бұда есептеу жолын түсіндім. Молекулалық массаларды қалай есептеу керек, соны үйрендім. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім, себебі алгоритмдермен сабақты оларды есептеп және молекулалық массаны қалай табуды үйрендім. Балалар, мен бүгінгі сабақты сіздерді түсінді деп ойлаймын, және сабаққа берілген кері байланыстарыңызға рахмет. Үйге тапсырма, біліміңді тексер тапсырмасын орындаймыз. Сабақ аяқталды, балалар, сау болыңыздар.